Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге аузыңызда еріп үлбіреп тұратын өте нәзік балды торттың рецептісін ұсынамын. Ол үшін достар, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаймыз. Алдыменен балымызды, жарты шай қасық ас содамызды және сармайымызды алдын ала дайындап, балды ерітетін ыдысымызға салып, баяу отта қыздыратын боламыз. Мінекей байқасаңыздар еріп жатыр. Осы еріген сәтте ас содасын қосып, араластыруды ұмытпаймыз. Бұл жерде ескеретін жайт, араластыру үздіксіз. Себебі күйіп кетпеу қажет. Байқасаңыздар түсі өзгерді. Енді осы сәтте сармайымызды салып ерітетін боламыз. Сармай еріген соң газымызды сөндіріп, бөлме температурасында суытатын боламыз. Оған дейін біз бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқамызды шағып, шым-шым тұзымызды саламыз. Аз-аздан секерді қоса отырып, миксердің көмегімен тоқытып алатын боламыз, аппақ көбік болғанша. Мінекей дайын болып жатыр массамыз. Енді осының үстіне суып тұрған балымызды қосатын боламыз. Түсі өте әдемі алтын түстес болып шықты. Енді ұнымызды да барлығын бірден қоспай, аз-аздан мөлшермен қосып араластыратын боламыз. Мінекей осындай масса дайын болу керек. Айналасын бәрін араластырып алып, пергамент қағазына 3 қасықтан орналастыратын боламыз. Жайып саласыздар. 3 қасық, 3,5 қасық салсаңыздар болады. Менде форманың диаметрі 24. 3,5 қасықтан 8 корж шығатын болады. Мінекей барлығын салып алдын ала дайындап алдым. Енді пешке салып пісіретін боламыз. Байқап тұрыңыздар, өте жылдам піседі, 4-5 минут аралығында. Енді толықтай суытып, крем дайындауға кірісетін боламыз. Бұл жерде мен сливки, яғни клейгей пайдаланамын, және секер. Тек қана 2 заттан дәмді крем жасайтын боламыз. Барлық құрам бөліктерді описание бөліміне жазып қалдырамын. Миксермен жақсылап қоюланғанша тоқытамыз. Жарты жолында миксерім жасамай қалды бірінші, екінші миксермен мінекей қаймақ түстес етіп, креміміз шықты. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Алдымен торттың сыртын тегістеп аламыз корждарымыздың. Кольцоның көмегімен. Подложкамызға азғантай кремімізді жағып, балды тортымызды жинайтын боламыз. Кремді аямай қоссаңыздар болады. Молынан жетеді осы балды торт үшін. 7 коржды жинап, қалған манағы корждың кесінділерімен бір коржды уатып, бетіне себетін боламыз. Соңғы бөлігін бетін тегіс болу үшін осылай қойдым. Енді айналасына толық кремімізді жағып шығатын боламыз. Мінекей қолдың көмегімен салфан пакетте осындай етіп уатып алдым. Енді үстіне жайып шығатын боламыз. Бұл торт өте керемет, дәмді әрі өте нәзік болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Енді холодильнигімізге 8 сағатқа қоямыз. Міне 8 сағат өтті. Енді тортымыздың дәмін көруге болады. Қарап тұрсаңыздар, өте нәзік кесіліп жатыр.
жұп-жұмсақ аузыңызда еритін балды торт жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер менің видеом ұнаса, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира, астарыңыз дәмді болсын.